Маусым айының 3-ші жексенбісі дәрігерлер күні. Біз осы мерекеге орай қаламыздағы көп бейінді қалалық ауруханаға келдік. Бұл жерде дәрігерлер талай адамды ажалдан құтқарып қалған, талай тағдырды аяққа тұрғызды. Жалпы дәрігерлердің жұмысында сенбі, жексенбі, бүгін демалыс деген түсінік жоқ. Олар күндіз түні жұмыс істейтін халық. Соның ішінде жалпы хирургия бөлімінде жұмыс жасайтын хирургтардың жұмысы тіпті тынымсыз. Біз осы мерекеге орай сіздерге жалпы хирургия бөлімінің хирургтарының жұмыс жасау процесін көрсететін боламыз. Әже мойнынан кетіп қалған тоже. Е. Так, науқастың давлениесі қанша? Қанқысым 70-те. Қан қайда отырсыздар ма? Қан қайда дайындалып, санитарлық қарап. Бұл Орал қаласындағы көп бейінді қалалық аурухананың операция залы. Қасым Бейсенғалиев пен Серік Ғазизов операция жасау үстінде. Екеуі де тәжірибелі хирургтер. Науқас көшеде пышақпен жарақат алғаннан кейін ауыр жағдайда ауруханаға келіп түсті. Төменде науқасты барлық бригадамен қарап, тез тексеру жасап, аурухананы ота залына көтердік. Операция басталды. Жаңа екі бригадамен жұмыс жасаған болатын біз негізі. Іш қуысына, екінші бригада кеуде қуысына. Операция залында артық қимылдауға болмайды. Бөгде адамның кіруіне де тыйым салынады. Себебі бұл жерде қатаң тәртіп пен тазалық сақталуы тиіс. Науқас өте ауыр жағдай түсті, өте төмен қан қысымымен, өте көп қан жоғалтқан. Анализде қан талдау анализінен гемоглобин өте төмен болған, қазір дейтін қанға енді батыр. Хирургтер операция залында өз міндеттерін шебер орындайды. Қолдарында адам тағдыры тұрғанын сезеді, түсінеді. Көптеген кесіп тесілген пышақ жарақаты, іш қуысына енуі, іш қуысында бауырдың оң жақ бөлігінің және шектерінің бірнеше жерден жарақаттануы, іш қуысына қан кету, кеуде клеткасына еніп, кесіп тесіп енген жарақат, сол жақ өкпесінің жарақаттануы, пневмогематоракс және сол жақ мойын аймағының ашық жарақаты, сол жақ қалқанша безінің жарақаттануымен постгеморрагиялық, посттравматикалық шок, сондай өте ауыр жағдайда. Хирург Қасым Бейсенғалиев пен Серік Ғазизов осы науқасты құтқару үшін жанталасып жатыр. Бірақ мұның кім екенін өздері де білмейді. Қансырап жатқан жерінен көшеден жедел жәрдем әкеліп тастаған. Бұл кім, жасы нешеде, дәрігерлер үшін ешбірі маңызды емес. Бізге ешқандай жынысы да, жасы да, ұлты да, діни көзқарасы, халықтың жауы ма, ондай ешқандай бізге ақпарат маңызды емес. Бізге барлығы бірдей. Операция залында хирургтер ота жасап жатқан кезде науқастың жағдайын анестезиолог қадағалап тұрады. Біздің жұмысымыз сол науқастың операция ота барысындағы бүкіл жағдайын қалып ұстап тұру, қан қысымын, сосын жүрек соғысын, өкпенің демалуын, сосын дейтін науқасты операцияға дайындаған кезде. Сол ең бірінші обычный науқастар асқазанын қарап, сосын жүрек жұмысын бәрін қараймыз. Бұл кезде дейтін шұғыл түскендіктен науқастың дейтін алған дене жарақаттарына байланысты ондай қарап тұратын уақыт болған жоқ. Жалпы хирургия мамандары оң солын таңдамайтын батырлар. Бұлар ұсақ операциядан бастап адамның ең маңызды органдары, жүрек, ми, бас жарақаты секілді күрделі оталарды да өздері жасай береді. Кейде бір операцияның өзі бір күндік энергияны жұлып алады. Сондықтан да хирургке өте бір қиын сұрақ ол деген. Ол хоть 1 сағат жасасын, хоть 6 сағат жасасын, қай-қайсысына да жауапкершілікпен қарайсың, қай-қайсысына да напряженно тұрасың. Сондықтан да енді саны маңызды емес сияқты. Бізде осы 3 ота залы бар, хирургтарда. Барлығында да ота жүріп жатыр. Енді сіз ойлап қалаңыз, ол 1 сағатта күніге 8 сағатта жұмыс уақыты болатын болса, сонда есептей беруге болады. 24-те 7, 365 күн жұмыс істейді. Ол жалпы барлық аурухананың принципі. Қала ұйқыға кетсе де дәрігерлер ұйықтамайды. Күні-түні жұмыс жүреді. Бұл жерде талай тағдырлар құтқарылған мекен. Хирургтер дәл осы операция жасайтын үстелде талай жанды өмірге қайта келген. Дәрігерлердің біліктілігіне, кәсібилігіне сөз жоқ. Бірақ ешкім де бұл үстелге қорықпай, емін-еркін келіп жата алмайды. Әр науқастың өз қорқынышы болады. Біз дәл қазір операция залында тұрмыз. Міне мен дәл жанымда жалпы хирургия бөлімінің хирургтары ауыр дене жарақатымен түскен науқасқа операция жасау үстінде. Жалпы хирургтар үшін адамның жынысы, жасы, оның діни көзқарасы маңызды емес. Жалпы хирургтар тек қана адамды құтқару үшін жұмыстанады. Анестезиолог науқасты отаға дайындайтын адам. Денесінің салмағы мен көлеміне қарай ұйықтататын дәрі береді. Кейін науқасты оятатын да осы анестезиолог.
бұл кісінің оянуы кішкене ұзаққа созылуы мүмкін, себебі жарақаттары өте ауыр және өте көп қан жоғалтқан, кішкене көптеу уақыт керек болады. Ұйықтамайтындар өте сирек кездеседі, ол әр адамның өзінің организміне байланысты. Егер ол адам көп 2 рет 3 рет саласыз ба дәріні? оның бәрін есепке саламыз адам дене салмағына. Ондай өте сирек кездеседі. Қалалық көпбейінді аурухананың қабылдау бөліміне күніне 300-ден астам адам келеді. Соның ішінде 100-ден астамы осы хирургия бөліміне келіп түседі. Осылардың ішінен күніне 10-12 адамға шұғыл операция жасалады. Бұл хирург Сабыр Сәкен. Дәл қазір түрлі шағыммен келген науқасты қабылдап отыр. Бадан бері ауырғаны таңертең бері ұстамалы ма? Бір басылып, бір күшейіп, бір басылып, бір күшейіп солай ауырып тұр ма әлі? Күшейіп, кәдімгі не бүйтіп біріп тастаған сияқты ауырады. Бұрын бұндай болған жоқ, бірінші рет. Бірінші рет, иә. Бұлай қызғанма ауырады, бірақ енді Учетта сақын диабетпен дұрыс. сақын диабет. Тағы немен дұрыс? Хирургтардың түрі көп. Кардиохирург, қан тамырлары хирургы, нейрохирург деп кете береді. Бұлар белгілі бір саланы ғана меңгерген хирургтар. Ал осылардың ішінде отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын әмбебап мамандар бар. Олар жалпы хирургия мамандары. Бір сөзбен айтқанда, адамның басынан бақайшағына дейін қарайды. Ота жасау қажет болса, өздері жасайды. Өкінішке орай біздің облыста жалпы хирургия мамандары өте тапшы. Ал кейбір аудандарда жалпы хирург мамандары жоқтың қасы. Маман тапшылығы бізде барлығымызда бар. Ол тек біздің қалада емес, біздің ауруханада емес, жалпы облыс бойынша, жалпы Қазақстан Республикасы бойынша. Өйткені біздің осы жақында жалпы Қазақстан Республикасының бас хирургы келіп, осы актуальды проблеманы көтерген болатын. Жалпы хирургтың тапшылығы. Ол біздің аудандарда, жалпы қазіргі таңда айтсақ, Батыс Қазақстан облысының аудандарында өте тапшы. Бір жалпы хирургтардан ғана. Ол сол жалпы хирург, бір маман кезекте еңбек демалысы бар, бала шағасы бар дегендей, егер бір шұғыл шаруалар шығып басқа өңірге кететін болса, онда бір аудан жалпы хирургсыз қалады. Бір операция 3-4 сағат, тіпті кейде 5-6 сағат жасалуы мүмкін. Көп қан жоғалтып, ауыр халде түскен осы науқасқа ота жасап жатырған хирургтердің жұмысын біз ішінен көрдік. Ауыз екі тілде ішкі кухнясы деп жатамыз ғой. Жеңіл жұмыс емес. Хирургтер әр операциядан кейін ащы терге малмандай болып шығады. Адам жанын құтқарудың жауапкершілігі өте жоғары. Операция үстелінен аман шыққан науқастар алғысын жаудырады. Ал кейде керісінше соттасып жатады. Бұл өмір. Дәл осындай жағдай осыдан 1 жыл бұрын осындай болған. Дәл осылай көшеден алып келді. Ауыр науқас. Жарты сағатқа жетпей ота залына көтердік. Бар көмекті жасадық. Науқас тірі қалды. Бұлай бірінші айтқанда қуанышты жағдай, тірі қалды деген. Бірақ тірі қалғанмен қоймай, науқас ауруханадан шығып кеткеннен кейін барып, осы 1 жыл бойына бізді әлі арыздап жатыр. Біздің бір не ғой? Крик души ғой хирургов. Жан сақтап қалғандағы міндетсіне алмаймыз енді. Но кейде солай болып жатады. Науқас тірі қалып, бізге өзімізге қарсы шапшып жатады. Тірі қалса да шығып алып арыз жазатындар болады. Сол арызбен әлі күресіп келатырық. Сондықтан енді адамдарға жеткізгіміз келетін нәрсе сол. Біздің көрінбейтін көлеңкедегі жұмыс қой, ота залында осылай. Сіздер келіп қана көріп жатсыздар, былай енді халыққа ол көріне бермейді, жарнамаланбайды. Бірақ та кішкене біздің бір енді еңбегімізді сәл бағаласа деген не бұл. Біздің аймақта хирург тапшылығы барын атап өттік қой. Мұның бәрінің бастауы әлеуметтік проблемадан туындайды. Оқуды бітіріп келген жас маманға жағдай жасалса, хирургтер ауылдарға барып, жұмыс істеуден қашпас еді. Үй, көтерме ақы, жақсы жалақы болса, маман да табылады. Проблема бізде енді көп. Ол енді аудандарға хирургтарды жіберу үшін әлеуметтік мәселелерді көтерген дұрыс. Оларды үй мәселесін шешу керек, жалпы қаражат мәселесін шешу керек. Бір реттік төлем ақысын төлеу себепті сондай нәрселерді көтеретін болса, онда аудандарға да хирург және де жалпы хирургтардың санын көбейтуге болады деп ойлаймын. Біз түсірілімді аяқтап ота залына қайта келгенде операция да аяқтала келіпті. Енді науқас жансақтау бөлімінде демалады. Кейін оны палатаға шығарады. Әр науқастың аяққа тұрып, өз аяғымен ауруханадан шығып кеткенін көру дәрігерлер үшін үлкен қуаныш. Олар осы үшін тер төгеді. Адамзаттың саулығы осы ақ халатты жандардың еңбегінің арқасы.